Нұрма балалар, ана тіл сабағымызды бастаймыз. 71-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Бірінші жаттығуға қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Нұрсұлтан мен Алматы. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұрсұлтан мен Алматы еліміздің тіреуі. Екеуі жер жанаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұрсұлтан мен Алматы. Серікбай Оспанұлы. Жер жанаты бұл ең көрікті, жанға жайлы жер деген сөздің мағынасын білдіреді. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде қалалар туралы, Нұрсұлтан және Алматы қалалары туралы айтылған. Өлеңде аталған қалалар туралы не білетініңді айт дейді. Нұрсұлтан қаласы бұл ел ордасы. Нұрсұлтан қаласының туған күнін тойлауға қазақ елінің астанасы өз атауын тарихта 4 рет өзгерткен. Осы Нұрсұлтан қаласының атауын ең соңғы рет 2019 жылдың 20 наурызда Қазақстан Республика президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың шешімімен орын алды. Астана қаласы тұңғыш рет президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне байланысты Нұрсұлтан деп аталды. Алматы қаласы бұл бұрынғы кездері Верный жаңа Алматы деп аталған. Қазақстанның ең үлкен қаласы болған. Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан. Алматыда 1.185.900 адам тұрады. Қаланың аумағы 170 шаршы километр. Алматы қаласы 6 ауданнан тұрады. Алмалы, Алатай, Алатау, Бостандық, Жетісу, Медеу, Түрксіб аудандары және де сонымен қатар әкімшілік, кенттер, ауылдар бар. Алматы қалалық әкімшілігі департамент пен басқармалардан тұрады. Екінші жаттығуға қараймыз. Сөйлемдерді оқып, жер, су аттарын теріп жаз дейді. Жәнібек Нұрсұлтанда тұрады. Нұрсұлтан қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Ол демалыста Атырауға барды. Жайық өзені қаланы екіге бөліп тұр. Адамдар өзеннен көпір арқылы өтеді. Жер, су аттарының қалай жазылғанын айт. Балалар, бұл жерде жер аттары Нұрсұлтан, Атырау. Ал енді су аттары Есіл, Жайық. Және де жер, су аттары қалай жазылған? Жер, су аттары бас әріппен басталып жазылады. Үшінші жаттығуға қараймыз. Бізге берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп айт дейді. Қала, Тараз, ауыл, Семей, Қарағанды, Марғұлан, Іле, Ақтау. Осы сөздердің ішінен қала атауларын теріп айтайық. Қала атаулары Қарағанды, Тараз, Семей, Ақтау. Және олар неліктен бас әріппен жазылған? Жер, су аттары бас әріппен басталып жазылады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.